карточкамның бәрі ата енемде болды. Мен жолдасыммен келісіп, бердім. Өйткені сіз қандай келін болмасын, ол сіз сол әулетті бақытты етем деп барасыз. Мені стрессқа түсіп, қажеті жоқ деп ойлаймын. Қандай болмасын, сіз егер саналы түрде ойлайтын болсаңыз, ол жерде ұрысып болатын шығар енді арасында, бірақ түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Ол депрессияға ұшырап, жаңағыдай неше түрлі ұрыс керістің прям алып баратқан дүние жоқ деп ойлаймын. Ол ғой, таңның кешесін жұмыс істейсің, сен бірақ айлығыңның берекесін көрмейсің. Жоқ, көресің, берекесін неге көрмейсің? Сіз көрдіңіз. Көрдім, Сіздің ата енеңіз бәлкім мәрт адамдар болған шығар. Мә саған деп келін ретінде беріп қояды. Ал кейбір адамдар бар ғой. 20-30 мың жетеді деп бұрынғы түсінікпен, бұрынғы бағамен алды да қолыңа бір 20-30 мың беріп қояды. Жарайды, 20-30 мың берсін, бірақ енді сіздің жолдасыңыз бар ғой. Жолдас не үшін? Жолдас ол дополнительно сізге береді деген сияқты. Амалын тапқан адам енді жасай біледі деп ойлаймын.